Бұл әңгімені бәріңізге назар салып, зейінмен тыңдауға шақырамын. Бір ретте оқушысы мұғаліміне барып, оның жүрегінде жатқан бір реніші бар екенін айтады. Осының кесірінен түнде ұйқыдан, ал күндіз күлкіден қалады. Ұстаз, сіз қалай адамдардың айтқанын жүрегіңізге жақын алмай, әрқашанда кешірімді болып, күліп қалай жүре бересіз? Соны маған толығырақ айтып беріңізші өтініш. Деп шәкірті ұстазына қызықты бір сұрақ қояды. Ал өз кезегінде ұстазы былай жауап береді. Балам-ау, бұның еш қиындығы жоқ. Саған керек болар тек екі зат. Ол қап және картоп. Егер де сені біреу ренжітетін болса, сол картопқа адамның атын жаза, қапқа сал. Және ол қапты ешқашан тастама, өзімен бірге ұста. Арада апталар салып, оқушының қабы тола бастайды. Ол жиналған картоп шіріп, жағымсыз иіс шығара бастайды. Сонда шәкірті қайтып ұстазына оралып, оған былай дейді. Ұстаз, айтарға сөзім жоқ. Мен өмірден шаршап кеттім, не оқуға деген, не жұмыс істеуге деген ынтам жоқ. Ой, ақмағым-ау, менің айтқанымды зейін салып тыңдамайсың ба? Сенің басты мақсатың бұл қаптан тезірек құтылу болатын. Ал сен болсаң әлі де бұны өзіңнің арқаңда ұстап жүрсің. Немесе сен оны әлі толтырғың келе ме? Маған жауап берші осыған. Сізге мыңда бір алғыс, ұстаз. Сіздің арқаңызда ренжішті жүректе сақтамау керек екеніне көзім жетті.